қазақтарға айтамын. Түптің түбінде Қытай компартиясы құлайды. Сол кезде қазақтың ежелгі ескі екі өзені бар. Біреуі Іле дариясы, біреуі Ертіс өзені бар. Қазір Іленің басы да Қытайда қалды, Ертістің басы да Қытайда қалды. Бұл екі өзен, біреуі бүкіл шығыс Қазақстанды, солтүстік Қазақстан суландырып отыр, Ертіс. Екіншісі, біреу тұтас Жетісудағы жеті өзеннің қайнары сол Іле өзенінен келеді. Іле өзені Жаркенттен өтіп отырып ағып, Балқашты барып құяды. Ортадағы мынау Қапшағай тек ол қолдан жасаған буып қойған қолдан жасаған көлшік. Енді қара, тұтас Жетісуды әрлендіріп, суландырып отырған Іленің басы Қытайда қалды. Қазір мен осы мәселені қайта айта берем. Егер судың басын алмасаң, су менікі демегін деген Абылайдың сөзін біз ұмытатын болсақ, ертең Қытай апалай төпелей болған кезде, қазіргі мынау Сирияда 15 мың әскери жасағы бар ұйғырлар, мынау шетелде Америкада, Еуропада бүкіл шығыс Түркістанды біз алып аламыз деп ниеттен картасын сызып, оған ай жұлдыз туды қойып, ана ежелгі қазақ хандығының Шүршіт басып алған кездегі ежелгі қазақ хандығының территориясы Ілені, Алтайды, Тарбағатайды, Бураталды, Сайрамды, Жыңғылды, Тақияны, Санжыны, Баркөлді, Мориді, Ақсайды ұйғырдың жері деп картасын сызып алып отырған ұйғырлар ертең мынау Қытай құлаған кезде, бейне Совет құлағанда Қазақ Совет СССР Қазақстан Республикасы болып, Өзбек Совет СССР Өзбек Республикасы болып, Қырғыз Совет Социалистік Республикасы Қырғызстан Республикасы болып қалған сияқты, Қытай құлай қалған кезде Шыңжаң ұйғыр автономиялы регионы дегенді Ұйғырстан жасай қалатын болса, онда қазақ ертең Үндістан мен Пакистан соғысқан сияқты суға таласып соғысамыз. О кезде ол алатақиялар Іле мен Ертістің суын біресе буып алып, қазақты судан қысып бір қинайды. Немесе Үндістан судан қысып, Пакистанды бір қинап, артынан суды жібере салып, бүкіл Пакистанның жерін суға бастырған сияқты, ол судан қысып бір қинайды, суды жібере салып бір қинайды. Өзбектер қазір қазақ жеріне суды бермей бір қинайды, қаласа суды жібере салып, оңтүстікте қазақ жерін суға бастырып, судың астында қалтырып бір қинаған сияқты тарих қайталанады. Ертең Қытай компартиясы құлаған кезде бүкіл қазақ Ертіс пен Іленің басын қайтаруымыз керек деп орнынан тұру керек. Батыстағы Ақтаудың адайынан тартып, Оралдағы Кіші жүз, Ақтөбедегі Кіші жүз, анау Шымкенттегі, оңтүстіктегі Жамбыл, Таразды, Түркістандағы Ұлы жүз, мынау Алтай бетіндегі Найман мен Керей, орталық Қазақстандағы Арғын менен Қыпшақ, бүкіл бір қалмай Ертіс пен Іленің басын алуы керек біз деп орнынан тұру келу керек. Керек болса қолға қару ұстауымыз керек. Қытай коммунистері құлайды, Совет құлаған сияқты құлайды. Апалай төпелей заман болады. Балапан басына тұрымтай тұсына кеткен заман болады. Сол кезде біз Іле өзенінің басын, Ертіс дариясының басын алып қалуға тиіспіз. Егер бұл тарихи орайды қолдан жіберетін болсақ, ертең Үндістан мен Пакистанның Кашмирдегі тарихы тура Ертіс пен Іледе қайталанады. Міне, кезегі келгенде бір тарихи сауат бере кеттік. Осы ойымызды жалғастырып, таратып, үгіттеп, қазақтарды осыған дайындап тұру керекпіз. Ол жер біздің ежелгі 77 ата-бабамыздың жері. 1881 жылы Шүршіт пенен Орыс Петербор келісіміне қол қойғанда Іле, Алтай, Тарбағатайды Шүршіт патшалығы алып қалды да, оның батысын Ресей патшалығы алып қалды. Сөйтіп Шүршіт патшалығы 1881 жылғы Шүршіт Ресей Петербор келісімі, Шүршіт Ресей Іле келісімі, Шүршіт Ресей Тарбағатай келісім деген келісімдердің аясында бұл жерлерді кесіп алып қалды. Қазақ жерінің батысын Ресей, шығысын Шүршіт алды. 1911 жылы Шүршіт патшалығы құлаған кезде оны Қытай Республикасы, яғни буржуаз Қытай Республикасы мұраға алып қалды. 1949 жылы Қытай Республикасы құлаған кезде оны Қытай Халық Республикасы, яғни Қытай коммунистері мұраға алып қалды. Енді Қытай коммунистері қазір ол жердің иесі, сол жерді ұстап отыр. Халқын сол жерде
жетпіс ата бабасынан бері жасап келе жатқан қазақтарымен қосып ұстап отыр. Міне жерін тартып ап, қазақты шыңғырып, трактормен таптап, жайлауын тартып ап, егістік жерін тартып ап, еркегін қызын интеллигенциясын концлагерге қамап, жас балаларын жетімханаға ішкі Қытайға жіберіп, жас жігіттерін сойып, бауыр бүйрегін сатып, міне бүкіл мектебін қазақ тілін жауып, қазақтарды қытайластырып, сөйтіп ұстап отыр қазір. Ерінде ертең Қытай компартиясы бейне Совет компартиясы сияқты құлаған кезде, мына бүгінгі Кашмирдегі Үндістан мен Пакистанның су таласына қарай отырып, қазақтар көзімізді ашып, Үндістан судан Пакистанды қалай қысып отыр бір. Ал суды жібере салып, қалай суға ғарық қылып, Пакистанды су апатын тудырып меңгеріп отыр. Екі. Осыны білсек, онда қазақтар ертіс пен іленің басын алудың маңыздылығын білесіздер. Ежелгі қазақ жері Іле, Алтай, Тарбағатайды қайтадан ұлы Алаштың қолына қайтарудың маңыздылығын енді түсінген боларсыздар. Бас кетсе кетсін, жан кетсе кетсін. Іле мен ертісті алу қазақ үшін алғанда ұлттың ұлы мұраты. Бұл ертіс пен іленің басын алу үшін қанша мың қазақтың басы кетсе татиды. Татиды. Ертеңгі ұрпақ үшін, ертеңгі ұлы Алаштың 100 миллиондап өсіп өрбу үшін бұл екі өзеннің басын алуға тиіспіз. Ата бабамыз қаруының аз кезінде, от қаруы жоқ кезде, дәл қазір қарудан қиналған Украина сияқты қиналған кезінде от қаруы бар. Көк темірі көп орыс, аузы мұрны түк орыстың қолында қор болған кезінде ырықсыздан айырылып қалған жер ол. Енді оны ала тақиялы, ала көңілді, ала бөтен ниетті ағайынға беріп қойып, ертең аразашты болып отырғанның керегі жоқ. Алып ал, сосын су сұраса берерміз қаласақ. Оны ертең алақан жайып су бере қой деп отырғанның еш қажеті жоқ. Ол қазақтың Құдай алдындағы хақысы. Ол Құдай ол жерді аспан алақандай жер темгідей кезден қазаққа берген. Қазіргі мына ала ниетті, ала бөтен, ала тақиялы саясаткерлер сыртынан тусызып, Шығыс Түркістан деп, Ұйғырстан деп оны меншіктеніп жүргені, ол Құдайдың ғазабын тудыратын қылық. Қазақтар ертіс пен ілені алуға тиіспіз. Ертіс пен ілені алуға тиіспіз. Ол ақиқат. Біздің заманымызда бұл орай туса, біз алуға тиіспіз. Бізден кейінгі ұрпаққа бұл орай туатын болса, олар алуға тиіс. Егер қай ұрпақ Құдай орай берген кезде ала алмаса, Алланың алдында қара бет болады. Ал қандай сұрақтарыңыз бар? Украина Мәскеуге шамалы лаң салып қойып, Ресейде жаңа майдан ашуы мүмкін бе? Әбден мүмкін. Мысалы, Якутияда жарылыс болып жатыр, Енді ол анау керек десең Сахалинде де жарылыс жасауы мүмкін. Украиндар теңіз арқылы тіпті солтүстік Кореяға де бір дрон ба ракет атуы мүмкін деп мен былтыр болжаған, бірақ әлі келмей тұр. Солтүстік Корея Ресейге қару беріп, әскер беріп қолдап жатыр ғой, Украина түптің түбі бір өздері бір әдісін қолданып солтүстік Кореяге бір шабуыл жасайды. Сұрақтарыңыз бар ма? Отын олжа су қорлық дейді, Отын олжа су қорлық, дұрыс айтасың. Ертең енді түкте болмауы мүмкін. Себебі мына Мәскеудегі парадты өткізу үшін Путин бәрін салып тұр ғой. Тіпті мына Беларусьтағы С-400-ін алып атты, сұрап қайтадан.
Еспес жүзін сұрап алып апты. Тіпті біраз Ресейдің маңызды әскери нысандарын әуеден қорғап отырған радиолокациялық радарлық жүйелерінің бәрін алып келіп, тек Мәскеуді қорғап отыр дейді. Енді содан ойласаң болды, ана жақты не қылса оғыл, төмен жақты не қылсаң оғыл, бетіме тиіспе деген сияқты әңгіме болып отыр ғой қысқасы. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейік. Маңызды сұрақтарыңызды қойып жатқан жоқсыздар. Махди қашан шығады дейді Али. Бұндай сұрақтарға жауап бермеймін. Бұл өте сүйкімсіз сұрақтар. Ол және мен жауап беретін сұрақтар. Сен онда соған басыңды қатып, сен бүйтіп істеші Али. Сен тауға шық. Немесе бір үңгірге кіріп, бекініп, қиялданып, сол Махдидің келгенін күт. Менің жауабым осы. Иран не болды дейді. Иранды мынау Трамп пен Путиннің жаңағы ерекше өкілі Виткоптың келісімінде Иран мәселесі талқыланды дейді. Трамп Путинмен келісті дейді. Бұл бейресми хабар, бірақ оны білу, дәлелдеу қиын. Мен Иранды соғам, Йемен хуситтерін қан жоса қылам, бірақ саған тиіспеймін. Сенің еліңді, сол Украинаны одан ары қарай Мәскеуді шабуылдауын, немесе сенің басқа жеріңе кірмеуіне мен кепілдік берем, бірақ мен Иранды Йемен хуситтерін ұрып жатқанда сен тиіспейтін боласың деп екі жақ келісті дейді. Енді Путин сен тиіспегеніңмен қоймай, Еуропаны да маған тиіскізбе. Онда мен осы жаулап алған жерім ие болам. Иранды не қылсаң оғыл, мен мына жаулап алған жерімді ұстап тұрам, болды, ары қарай соғысты тоқтатсақ тоқтатайық. Бірақ сен Еуропаны да маған тиіскізбе, ары қарай менің енді көрдің аузына қарай итермесін. Мен егер олар көрдің аузына итерсе, менің басқа малы жоқ, атомның кнопкасын басам, қорамсаққа қол салам деп айтты дейді. Бұл енді неше түрлі аналитиктердің анализі. Енді ол Виткоппенен Путин сөйлесіп отырғанда қасында ешкім тығылып отырған жоқ қой мысалы. Енді әңгіме гап қайда? Бұл арада шынында да менің өз басым Иран менен Қытай мәселесінде Трамп Путиннің кейбір талаптарына жол берген болуы мүмкін. Яғни мен Иранды соғам, Иранның иттері Хамасты соғам, Хезболланы соғам, Йемен хуситтерін соғам, шүйтімен қосып отыр. Және мен Қытайды соғамын. Мен Қытайды соққан кезде сен Қытай жақ болмайсың деп Путин мен Трамп келісті дейді. Егер шынында осындай келісім болса, егер шынында, онда бізге Құдайдың бергені. Себебі Иранды Америка соғатын болса, Иран демократияланатын болса, онда қазақ жеріне Каспийден бір демократияның сәулесі түседі. Онда біз Иран жерінен Каспий арқылы Қазақстанға біз кіруіміз мүмкін. Біз кіруіміз мүмкін. Серікжанды онда сіздер Ақтаудан күтіп алуларыңыз мүмкін. Ақтаудан қалу деп біз келуіміз мүмкін. Егер Иран демократияланса. Демек, қараңғы тас түнек зұлымдықтың құрсауында жатқан. Ресей, Қытай, Иран үш зұлым империяның құрсауында жатқан. Демократиялық елдерменен шектесе алмайтын, шекараласа алмайтын Қазақстанға онда Иран жақтан бір кішкентай дәліз ашылды деген сөз. Демократияның бір тал сәулесі түседі деген сөз. Онда Құдайдың оңдағаны. Онда мен Ақтаудан кіремін. Бұл бірінші орай. Екінші орай.
Қытай тасталқан болды. Айтса айтқандай Путин менен Трамп келісіп, Трамп Қытайды қысады, сосын Қытайдың күл талқанын шығарады, Советті құлатқандай құлатады, сонымен Қытай балапан басына Тұрымтай тұсына жаңағы 30